Бүгін бізде 3-ші сабақ. Өткен сабақта мен сіздерге осы белгілерді түсіндірдім. Енді сандардың қалай оқылатынын айта кетейін. Сандар екі қатарда жазылады. Міне, үстіңгі және астыңғы. Мынау екі ол үстіңгі жақта тұр. Біз оны домбыраның керісінше астыңғы шегінде ойнаймыз. Мысалға, міне екіні екінші пернені үш жерде басамыз да. Ал астында 0 деп тұрғаннан кейін үстіңгі шекте біз ештеңе ойнамаймыз. Өйткені мына жерде 0 жазылып тұр. Сонда ол былай болады. 2 және де 0. Енді келесі 3 пен 3 деп жазайын. Бұл жерде астыңғы шекте де 3 және де үстіңгі шекте де 3 басылады. Ол былай болады. Астыңғы шекте 3-ші пернені табасыздар, 1-ші, 2-ші, 3-ші, міне екінші саусақпен басыңыз. Және де үстінде 3-ші сан болады. Ол былай ойналады. Домбыра үйрену сіз ойлағандай қиын емес. Алтын домбыра Green өнер орталығына келіп, менен домбыра үйренеміз. Біз сізді күтеміз.